Саламатсыздар ма? Сіздер мына білім басқармасына байланысты жаңағы қоғамда бүгін өте көп сұрақтар болады. Сіз соның қай тұрғысында жауапты мамансыз? Жалпы қызметіңіз неде? Кімге есеп бересіз? Жалпы қоғамға осы өзіңіздің бағытыңызды нақтылап түсіндіріп кетсеңіз. Қайырлы күн, Дина Балақашқызы. Мен Башаров Алишер Қуанышбайұлы, Жетісу облысы білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы болып қызмет етемін. Бұл департамент тікелей Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігіне құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Департамент өз қызметін 2022 жылдың қараша айынан бастап қызмет етіп келеді. Жалпы бүгінгі күні департаментте 6 қызметкер, бір басшы, бір бөлім басшы және де 4 бас маман қызмет атқарып келеді. Департаменттің басты мақсаты бұл қызметіндегі басты мақсаты бұл білім беру саласындағы мемлекеттік бақылау. Яғни оның ішіне не кіреді? Оның ішіне мемлекеттік бақылау дегеніміз білім беру ұйымдарындағы аттестация, яғни бұл мұғалімдеріміз мектептердің аттестациясы, сонымен қатар білім беру ұйымдарына, жаңадан ашылып отырған білім беру ұйымдарына лицензия беру, сонымен қатар құжаттарға апостильдерді қою және де педагог құқықтарын қорғау мәселелерімен айланысамыз. Енді жаңа айтып кеттіңіз, өзіңіз рұқсат қағаздарын, лицензиясын береміз деп. Мысалы, жуырда Панфилов ауданы Жаркент қаласы бойынша жекеменшік мектепке байланысты бір дау туындағандай, сол тұрғыда ол кісілерге лицензияны кім берді? Олардың ар жақтағы жұмысына сіздер араласа аласыздар ма? Жалпы ол жерде мемлекеттің тұрғысынан қандай позиция бар, және ол жаңағы мектеп жұмысының барысында жіберілген қателіктерге де кім жауапты екенін нақтылап кете аласыз ба? Жалпы ол Панфилов ауданындағы жекеменшік мектепке қатысты, ол мектеп 25 жылдың қаңтар айында лицензия алған. Ол оқу ағарту министрлігінің 473 бұйрығына сәйкес жүргізілген процедура. Сонымен қатар ол мектеп қазір 1 жылдан астам қызметін атқарып келе жатыр. Бірақ енді қазіргі таңда мына біздер жалпы мемлекеттік болсын, жекеменшік мектеп болсын, қандай да бір тексерулерді, жоспарсыз тексерулерді ұйымдастыру үшін нақты бізге бір ресми өтініш немесе мемлекеттік органдардан, жеке тұлғалардан ресми өтініш қажет. Сол себепті біздер прокуратура органдарына сол өтініштерді, шағымдарды тіркеп, оларға тексеруге шығамыз. Қазіргі таңда енді жақында ғана өзіңіз білесіз, үкімет тарапынан, оқу ағарту министрлігі тарапынан норматив құқықтық актілерге өзгерістер енгізіліп жатыр. Енді жеке меншік мектептерге қатысты пост лицензиядан кейінгі бақылау, ол алдын болмаған болса, онда ереже қазір сол ереже енгізілейін деп жатыр. Яғни лицензиядан кейінгі бақылау мектептер ашылғаннан кейін немесе мектептер қалай қызметтерін жүзеге асырылып жатыр, барып тексеруге құқымыз болады кәсіпкерлік кодекске сәйкес. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Бір тағы айтылып кететін нәрсе. Қазір мысалы мектептерде қандай да бір енді мектептің басшылығына байланысты өздері мысалы бір заң бұзушылық бар деп есептейік. Өздері соған жаңа хаттама толтырылады. КДН дейді ғой, сіздер жаңа арнайы бір жиындар өтеді екен. Сол тұрғыда сіздерге ақпарат келгенде сіздердің реакцияларыңыз қалай болады жалпы? Сіздің позицияңыз қандай? Содан кейін олардың объективті түрде жасалған хаттама ма, ол қате толтырылған хаттама ма, оған кім баға береді жалпы? Мектептің басшылығы бірнеше жерде жалған ақпарат бергенін көріп қалдық. Сіздердің позицияңыз соны зерттеу, түбіне жету, жалпы ақиқаттың бар жоқтығын анықтау функциясы кіре ме, сіздерге кірмей ме? Жалпы енді жаңа айтып өткенімдей, біз нормативтік құқықтық актілерге жүгініп қызметімізді атқарамыз ғой. Жаңа педагогтың құқығын қорғау мәселелері біздің функционалдық міндеттерімізге кіреді. Ол қандай мәселе бойынша, қандай жаңағы ол шағымның мазмұнын көріп қана біз баға бере аламыз. Мысалы, ол педагогқа қатысты немесе директордың өзінің функционалдық міндетіне қатысты болса, әрине біз білім саласында мемлекеттік бақылау органы болғаннан кейін біз оны жан-жақты қарастырып, зерделеп, тиісті ұсыныстарды білім басқармаларына және аудандық қала білім бөлімдеріне беріп отырамыз. Жалпыда мына сіздердің құзыреттіліктеріңіз білім басқармасымен деңгейлес пе, әлде олардан төмен ба жалпы?
Енді біз білім басқармасы жергілікті атқарушы органның бөлімшесі болып табылады. Біз оқу ағарту министрлігінің құрылымдық бөлімшесі болып табыламыз. Жалпы енді әрине мемлекеттік бақылау болған кезде өз құзыреттілігімізде біз білім басқармасына, аудандық білім бөлімінің немесе қалалық білім бөлімінің мектептердің жұмысына баға бере аламыз. Жақсы. Жалпы осы тұрғыда қоғамда болып жатқан мәселелерге байланысты мысалы мектеп оқушылары, ата-аналары жалпы сіздерге қандай сұрақтармен келе алады? Жалпы бізге баланың сабағына қатысты немесе мұғалімдер өздерінің функционалдық міндеттерін атқарып жатырған кезінде қандай да бір проблемалар туындап жатырса, мектеп әкімшілігі тарапынан қысым көрсетілген жағдайда, яғни немесе педагог мәртебесі туралы заң бар ғой, 2019 жылы мемлекет басшысының бастамасымен заң шыққан. Сол заңда нақты көрсетілген біздің педагогтар қандай жұмыспен нақты айланысу керек екен, өздерінің функционалдық міндеттері. Соған қайшы келетін бір мектеп әкімшілігі тарапынан бір тапсырмалар немесе қосымша жүктемелер болса, яғни педагогтың мәртебесін бұзатын бір жағдайлар болса, бізге хабарласуға болады. Менің сізге бір тағы қоятын сұрағым, жалпы бүгінгі таңда бірнеше жерден мысалы мектептерден шағым келеді анонимді түрде, енді адамдар қорқатын шығар, бірақ сізге келетін нақты сондай ақпарат келсе, мысалы мектеп қабырғасында бастауыш болсын, орта деңгейдегі ұстаздар болсын, сабақ беру барысында әлсіздік танытып, жаңағы бәсеңдеу өткізіп сабақты, ал енді түстен кейінгі уақытта сол мектептің территориясында, яғни сол мектептің аумағында ақылы түрде қосымша сабақ өткізгенде тегі бір беріліп әдемі өте белсенді жақсылап тұрып өткізеді. Яғни ол деген не? Мемлекетті алдау болып есептелмей ма? Себебі ол жеке бір кәсіпкерлік тұрғысынан, мысалы мемлекеттің мектептің территориясын пайдалану, оған ата-аналардан қосымша 30.000 теңгеге шейін қаражат алып тұрып дайындау, осы қаншалықты заңды, және бұндай ұстаздарды болашақта анықтап жатсақ, шара қолдануға дайынсыздар ма? Сұрағыңызға рахмет, Дина Балқашевна. Әрине бұл дұрыс емес жағдай деп ойлаймын. Өйткені біздің тек қана облыста емес, республикада балаларды сапалы біліммен, саналы тәрбиемен қамтамасыз ету ол мемлекеттің міндеті. Әрине бала мектепке барған кезде мұғалім мүмкіндігінше оған тиісті білім беруі қажет. Ал енді жаңа сіз айтқан ол мұғалімдер қосымша ақы алып, сол мектепте түстен кейін сабақ беріп отырған болса, мен өз жеке позициям, ол дұрыс емес. Және де бұл заңнамалық түрде дұрыс емес. Және де оны салық жағынан да қарастыру керек деп ойлаймын. Әрине мұғалімдерге жеке кәсіппен айланысуға шектеу жоқ, бірақ ол заңды түрде болуы қажет. Жақсы. Екінші сұрақ. Бүгінгі таңда, мысалы, Астана қаласы бойынша білесіз, жалпы осы жеке меншік білім беру ордалары бар, шоғырланған, қалада бірнешеуі бар. Ол жерде, яғни қосымша балаларды дағдыға баулу, яғни репетиторлық қызмет. Сол тұрғыдан бірнеше білім басқармаларымен ақылдасу жөнінде осындай балаларды бір-бірімен сөз байласу арқылы осы репетиторлық қызметке баулып, сол арқылы мысалы мемлекеттің де қаржысы кетіп жатқан жағдай болса, болмаса балаларға осы тұрғыда білім саласынан қандай да бір жауапкершілік бар ма осы үшін, осы тұрғыда тексерістер жүре ме, бұл білім ошақтары қалай жұмыс жасайды, қаншалықты заңды жұмыс жасайды. Жалпы бір азғантай территорияда отырып, кішкентай бір беттей бір бөлмені алып, мысалы, үлкен ақша тауып отыр. Қанша балаларға білім беріп жатырмыз деп есептейікші енді. Осы тұрғыда сіздер жағынан қандай бақылау жұмыстары болуы мүмкін? Осы ертең үлкен бір індетке айналмай ма? Ақша жымқыру жағынан тағы бір жол сияқты меніңше. Сіз қалай ойлайсыз осы тұрғыда? Рахмет сұрағыңызға. Бұл да бір бүгінгі таңда өте бір маңызды сұрақ болып отыр. Жаңа өзіңіз атап өттіңіз. Астана қаласында болған жағдай. Біздер жалпы оқу ағарту министрлігінің тапсырмасына сәйкес қазіргі таңда осындай қосымша білім беру ұйымдары туралы ақпараттарды жинақтап жатырмыз. Бірақ мен жаңа атап өткенімдей, білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті жалпы білім беру ұйымдарында ГОСО дейміз ғой, мемлекетке жалпы білім беру стандартын қадағалайды. Ол қосымша білім беру ұйымдары, олар репетитор
орталық болғандықтан бізде ондай жаңағы инструмент жоқ, оларды барып тексеріп қарап жұмысын. Біздің мына тексеру парағымыз, сосын мына норматив құқықтық актілерінде бізде оған негіздеме жоқ. Бірақ болашақта оқу ағарту министрлігі тарапынан бұл мәселелерді қайта қарастырып, бақылау шараларын, инструменттерін жүргізу бойынша нақты ұсыныстар дайындалып жатыр. Жақсы, рахмет.